аса көп әлем тыныштық тілеймін ағайын. Адам баласы өмірге келгенде тыныш өмір сүргісі келеді. Тек ақымақтар ғана тыныштықты қаламайды. Тыныштық бұл Алланың адамға берген ең бір кеңшілігі екен. Бұған қарсы шыққан адам Аллаға қарсы шыққанмен бірдей. Көкелеріміз ем Алла тыныштығыңды бере көр деп күні түні тасбиғын санап, тілегенде соғыс болмасын деп тілеген. Қазір дүние жүзінде соғыс болып жатқанда Қазақстан мен Орта Азияның тыныш болу 100 жылдап тілеген аталарымыздың тілегі. Екінші, еліміздің президентінің жүргізіп отырған инағаш саясаты. Бұл саясат бізге Абылай ханнан кезінен келе жатқан үрдіс. Кезінде көреген Абылай хан арқадағы Ресей, шығыстағы Қытай елдерімен инағаш саясат жүргізгеннің арқасында біз құрып кетпей аман қалдық. Сол көзде екі ел бізден 10, тіпті 100 есе көп болған. Әйтпесе екі ел бірігіп кетсе, біз екі пілдің ортасында қалған шыбын сияқты болып жоқ болып кететін едік. Көп кешікпей біз көреген бабаларымыздың көрегендігінің арқасында салиқалы мемлекет боламыз. Бірінші наурызда шыққан видеомдағы айтқан сөздеріме кейбіреулер сен жағынбассың, жалпылдап не табайын деп жүрсің деп жазыпты. Мен ешкімге өкпелемеймін. Әркімнің ойы басқа, тек толмаса екен көз жасқа дегенде аталарымыз тыныштықты көксеген. Мен өкпелемеймін, кейбіреулер бала шағасының тыныштығын ойламай, боқ дүние ойлайтынына қарным ашады. Аталарымыз бірінші байлық денсаулық деген сөздері тыныш адамның дені сау болатынын айтып кеткені. Бабаларымыздың білгендей тыныштық болса, адамда стресс болмайды. Адамда бірінші құртатын стресс екенін қазіргі ғалымдар дәлелдеп жатыр. Стресстің арты қан қысымы, рак, обыр мен сусақ сахар ауруы болатын белгілі. Осы біле отырып біз басымызды босқа қатырып, бала шағаның да басын қатырып, қолдан келмейтін бөспе әңгімелерді айтып, елді аздырып барамыз. Бөспе дейтін біз саясатқа араласамыз. Ал саясат бізді тыңдамайтынымыздан хабарымыз жоқ. Қазір саясат желкен қайық сияқты. Ешкімді тыңдамайды. Жел қай жақтан соқса, саясат солай қарай ығып кететін көп өлмей арандатылып жүр. Өткендегі менің шығармама біреу мынау сөйлеп отырған орыс қой деген. Мен орыс мектебін бітірдім, орыс мәдениетін алдым. Бірақ үйімізде бір ауыз орысша сөйлеген жоқпыз. Бұл әке-шешемнің арқасы. Бабаларымыздың үйреніскен жау атыспаққа жақсы деген сөздеріне үйреніскен жау тіл табысқа жақсы деп жасырын ойын ұмытпайық ағайын. Аталарымыздың көршімен жақсы бол деген аманатын біз неге ұмытамыз? Олар көршіңмен жақсы бол деп тегін айтпаған. Басыңа қиыншылық түссе, саған көмекке бірінші болып көрші келетінін біліп айтқан. Көршіңмен жақсы болғанымызбен біз көршіге тәуелді болмаймыз. Көршімен жақсы болсақ, қана оң жақ іргемізден жау келмейтініне қол жеткіземіз. Анам айтып отыратын, ақыретке барғанда Алла тағала саған қойылатын бірінші сұрақ көршімен жақсы болдың ба деген сұрақ болады деп. Оң жақ іргемізде отырған көршінің бізге пайдасы көп. Біріншіден олардың жайық суын аламыз. Жайыққа су келмесе не істейміз? Арты қуаңшылық, оның арты ел азып тозып, босып, қаңғып көшу боялады. Ақымақтар сол кезде кімнен көресіңдер осының бәрін? Тоқаевтан ба? Екіншіден бізге жетіспейтін тоқ энергия. Осында оң көршіден алып отырмыз. Ертең ыстықта тоқ жетпесе не болады? Үйлеріңде бір шығып отырасыңдар ма? Осы не ойламайсыңдар? Үшіншіден үй аралас, қой қоралас деген сөз бар. Біз оң жақ көршімен жалғасып жатқан аспанның астындағы елдерміз. Аспанымызды оң жақ көршіміз қорғап тұр. Олар аспанды бізді аяғынан қорғап тұрған жоқ. Зиян өздеріне тиіп кетеме деп қорғап отыр. Тыныштығының бір шетін біздерді көріп отырмыз. Қазір Иранда соғыс болып жатқанда жаулар сол елдің осал жағын іздейді. Иранның осал жағы солтүстік екен. Яғни Түркменстан мен Қазақстан жағы. Иранның біз жағындағы шекараларында қорғанысы шамал екенін біліп, алпауыттар ұшақтарын бомбалауға жіберетін болса, сол ұшақтар біздің аспан арқылы ұшатын болады. Сол кезде Иран аспаныңызда неге өткіздіңдер деп зымырандарын жіберсе қайда барасыңдар? Иранның Каспий жағы мен солтүстік аспанның оң жақ көрші қорғап отыр. Әйтпесе Иран мен Маңғыстаудың арасы 600 шақырым. Оның жолдарымен болмай ақ қойсын. Сол үшін біз оң жақ көршімен жақсы болуымыз керек. Бұрынғылар адам басына күн түскенде жақсы сөз айтқан
садақа бергенмен бірдей дейтін. Жақында президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Иран президентіне хабарласты. Бұл жақсы нышан. Біз Иранды жылы сөзбен қошеметтесек, соның өзі бізге пайда. Әйтпесе зымыраны көп Иран бізден көмек сұрамайды. Бала кезде көршілер қоқысын бізге үйге қарай лақтырса, әкем Досқайыр қолыңа жоқ кетпейді, жинап алып лақтырып таста. Көршімен ұрыспаңдар, жау көбейтпеңдер деп бізге басу айтатын. Қазір басу айтудың орнына балаларын көршіге қарсы айдап салушылар көбейді. Көршілес екі мемлекетте екі көрші үй сияқты. Біреу әсем болса, біреу бәсең болу керек. Әйтпесе дегенге мә десек, ел болудан қаламыз. Бабаларымыз аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сөздерін далаға соққан аязға айтқан жоқ. Олардың бізге әркім өз әл-қуатына қарай өмір сүрсін деп жасырын түрде айтып кеткені. Қазіргі жағдайда осы шама шарқымызбен біздер жүре берсек, біз ешкімге әліміз келмейтін ел боламыз. Күшті ел болу үшін не істеу керек? Жастар әже аналары сияқты 6-7-ден бала туу керек. Сосын шеттегі жүрген ағайындар жинап, қазақ санын көбейту керек. Көп құжат сұрамай-ақ шетте жүрген қазақпын деген ағайынды квотасыз қабылдау керек. Ендігі жерде көп емесек, көптің астында қалатын жайымыз бар. Сол кезде көп қорқытады, терең батырады деген болады. Әжелеріміз жамаушылықпен жыртық галош киіп жүріп ақ 15-тен бала туғанның арқасында кешегі ашаршылықта жоқ болған бозақтардың орындарын толтырды. Қазіргі жастар қазақты ойламайды. Олар өз қарабастарын ойлап бала туудан қашып отыр. Ауру бала тусақ қалай бағамыз дейтіндер көбейіп кетті. Ауру бала тумаудың амалы бар. Ол үшін екі сиыр ұстап, ұрпақ үшін, ұрпағының болашағы үшін оларға таза ет пен таза сүт, таза май мен қаймақ бер. Қордан күнде боқ шығар, еңбек қыл. Ол өзіңе де пайда. Кейбіреулер малдың сүтін ішсек, іше алмасақ не істейміз дейді. Ащы дәріні ішкеннен малдың сүті жақсы. Әйтпесе осылай алқыдай, аузыма салғыдай деп жүре берсек, ұрпақ құрып, қазақ халқы жоқ болады. Құрметті аналарымыздың, қыз келіншектеріміз пен қарындастарымыздың мерекесі көктемнің алғашқы мейрамы құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын, сіздерге Алла тағала қуат беріп, Алланың нұры жаусын. Алланың қуатын аталарымыз қалай алғанын білесіздер ме? Алла қуатты әуелі о баста жерге берген, жер шөпке берген, шөп малға берген, ал мал қуатты сүтке берген. Алланың қуаты малдың сүтінде деп бұрынғылар айтып отыратын. Бұл қағиданы таза мұсылманмын деген арабтар да білмейді. Сондықтан ата-бабамыздың жолын ұстайық. Малдың сүтін ішіп, Алла қуат берген әже аналарымыз ауырмай, 15-тен ұрпақ келіп, жастары 80-ден асып кетті. Иманды болсын. Ал диванда жатқан мал бақпаған, немере ұрпақты ойламайтын, қалталары дәріге толған ақсақал сығандар. Елге босқа ақыл көсемсімеңдер. Түсіндіңдер ме? Түсінбесеңдер, түсіндірермін, түсіңе кірермін деп кәрекем дүйіс бидің айтқаны келіп, кәрекелерін түстеріңе кіріп, ұйқыларыңды бұзады. Ұйқысы бұзылған адамның тыныштық қашып ауруады. Абу Әли ибн Синаның ауру адам ұзақ жасамайды деген естен шығармаңдар. Ақсақал сығандар. Сау саламат бір Аллаға аманат. 93 жасап кеткен 10 баланың анасы Зияда құдағайымның батасы. Юсіп Елтай Досқайұлы, Атырау облысы, Мақат 8 наурыз 2026 жыл.